Білім саласында тағы да салғырттық, білім бөлімінде тағы да былық. Шардара аудандық білім бөлімінің қызметкерлері 15 адам күдікке ілініп, оның 14-не нақты жаза қарастырылды. 8 адам тап-қазір сот залында әділет үйінде қолына кісен салынып, қамауға аттанды. Ал қалған жұмысына салғырттықпен жауапкершіліксіз қараған жандарға жаза қарастырылады. 3 миллиард 700 миллион теңгені жымқырып, Камри мен Land Cruiser көліктерін тізгіндегендер темір торға тоғытылды. Жаза басқандар Шардара аудандық білім бөлімінің қызметкерлері. Алайда 4 адам рақымшылыққа ілігіп, шартты түрде босатылды. Олардың арасында 2 әйел, кішкентай балалары бар аналар. Сот олардың отбасылық жағдайын ескеріп, жаза мерзімін шартты түрде өтеуге шешім қабылдады. Бүгін үлкен процесс аяқталды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мемлекет тарапынан аса ірі мөлшерде жымқырылды. Біздің адамдарға қатысты басында мына қылмыстық қудалау органы ұйымдасқан қылмыстық топты құрды, әрқайсының рөлі бөлді деп айып таққан. Алайда бұл айып бойынша төрағалық етуші толық ақтады. Қалған 8 күдікті сот залында қамауға алынса, бірнеше адамға қызметтік салғырттығы үшін түрлі шектеу жазалар тағайындалды. Тергеу нәтижесінде мемлекетке келтірілген 639-да 8 миллион теңге залал өтелді. Өзімнің қорғап жатқан адамыма қатысты әділ шешім шықты деп ойлаймын. Негізі ақталу керек еді. Шығынның бәрі құйған, үшеудің бәрі құйған, ешқандай үшеу жоқ. Бірақ мемлекеттік 5 жыл 6 условия берді, бірақ бұл мемлекеттік сатып алу үшін. Сот бұл шешімдерді шығара отырып, кінәлілердің әрекетіне толық құқықтық баға бергенін атап өтті. Бұл іс саладағы жауапкершілікті күшейтіп, болашақта мұндай заң бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болып отыр. Бақдәулет Ерланұлы, Өмірхан Исмаил, 7/7 News.